Бүгін облыс әкімінің төрағалығымен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық бірлігі және жүйелі реформалар елі өркендеуінің берік негіз атты жолдауынан туындайтын міндеттерді айқындайтын кеңейтілген жиын өтті. Жиынға тиісті әкім орынбасарлары, басқарма басшылары мен салалық департамент басшылары және селекторлық режимде қала мен аудан әкімдері қатысты. Аймақ басшысы ең алдымен өңір экономикасының алдағы даму стратегиясына тоқталды. Мемлекет басшысы атап өткендей, пандемиядан кейінгі кезеңдегі елді одан әрі дамытуға, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға, сапалы біліммен қамтуға, өңірлік саясатты жетілдіруге, адам құқығын қорғауға бағытталған бастамаларын жариялаған болатын. Осылайша қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырудағы 5 бастама айқын көрсетілді. Жолдауда айтылған барлық бағыттар бойынша облыста нақты шаралар қабылданып іске асырылатын болады. Оған барлық алғы шарттар бар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев саяси жаңғыруды біртіндеп жүзеге асыру мемлекетіміздің стратегиялық бағдарының басым міндеттерінің бірі деп атап өтті. Бұл бағытта облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов баяндама жасап, бірқатар мәселелерді көтерді. Сонымен қатар ел президентінің жолдауы дәл уақытында жолданып, көптеген азаматтарға жігер сыйлағандығын да атап өтті. Конституцияға сәйкес азаматтарымыздың өз ойын еркін айту құқығы, митинг өткізу, петиция жариялау қағидаттары заң жүзінде бекітілді. Саяси бәсекелестікті және ой пікірдің әр алуандығын дамытуға ықпал ететін нақты қадамдар партиялардың мәжіліске өту шегі 5%-ға төмендеп, сайлау бюллетендеріне бәріне қарсымын деген баған қосылды. Қоғамда белсенді қолдауға ие болған бұл қадамдар халық үніне құлақ асатын мемлекет, күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамаларын іске асырудың тетігі болып саналады. Саяси жүйені және адам құқығын қорғауды жаңғыртудың мақсаты елімізді басқарудың демократиялық қағидаларын заман талабымен үйлестіріп отыру. Біз демократияны халық тарапынан және халық үшін басқару деп білеміз. Бұл жерде халық тарапынан дегеніміз ұжымдық өзін басқаруды білдіретін халық билігі екенін түсінеміз. Халық үшін басқару дегеніміз үкіметіміздің басқарушылар мүддесіне емес, азаматтардың мүддесіне қызмет етуі. Ал халықтың басқаруы дегенді енді дұрыс түсінуге мүмкіндік тууда. Биылғы ауыл әкімдерінің тікелей сайлау процесі халықтың басқаруына жол ашқан маңызды саяси қадам ретінде бағалануда. Ал мемлекет басшысының өңірлерді дамыту жоспарларын бекітілген жалпы ұлттық міндеттерге сәйкес жаңарту және бюджет үдерістерін жеңілдетіп, бюрократияны барынша азайту, сондай-ақ бюджетті жоспарлау мен орындау кезінде цифрлық тәсілдерді қолдану, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жауапкершілігін арттыра отырып, бөлшектенген бюджетті енгізу тапсырмада жүктелген болатын. 2020 жылға дейінгі экономикалық даму жоспары аясында 404 жобаны жүзеге асыру бойынша жүйелі жұмыстар жалғасатын болады. Бүгінгі жоспардың құны 8,9 миллиард теңге тұратын 153 жоба жүзеге асырылса, жыл аяғына дейін 32 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Жоспар шеңберінде құрылған 40 кәсіпорын бүгінде дайын өнім шығаруда. Олардың жұмысын тұрақтандырып, одан әрі дамыту мақсатында ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен қаржы қаралып, Қызылорда инвестициялық орталығы арқылы төмен пайыздық үстемемен берілуде. Осы жұмыстарды аудан және қала төңірегінде белсенді жүргізу, яғни шағын және орта бизнес өкілдерімен жергілікті жерде тығыз жұмыс жасау мақсатында дәл осындай экономикалық даму жоспарын аудандар мен Қызылорда қаласы төңірегінде де әзірлеп бекіту ұсынылады. Осы ретте әр ауданның даму ерекшеліктерінде ескеру қажет деп санаймыз. Сонымен қатар жолдауда жер қойнауын пайдалану саласына әсіресе геологиялық барлау және жер қойнауын кешенді зерттеу ісінде тың серпін қажет екені, геологиялық ақпараттың ашық цифрлық мәліметтер базасын құрып, оны инвесторлар үшін қолжетімді ету керек екені көрсетілген болатын. Бұл жөнінде облыстық индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Ринат Сұлтангереев тарқатып берді. Биылғы жылы өңірге 456 миллиард теңге инвестиция тарту жоспары болса, бұл көрсеткіш 25 жылға қарай 1,5 триллион теңгеге дейін ұлғайту бекітілген. Осыған орай тікелей инвестиция тарту жұмыстарын күшейту мақсатында Қызылорда облысының инвестициялық мүмкіндіктері гайдбук әзірленді. Шетелдік өкілдіктерге жолдау үшін Сыртқы істер министрлігіне жолданды. Оған әлеуетті инвесторларға ұсыну үшін құны 1 триллионға жуық 35 ірі жобаның тізбесі енгізілді.
Президент жолдауында Қазақстанның ауыл шаруашылығын әлеуеті орасан зор екен айтылды. Бірақ агроөнеркәсіп кешені саласында қордаланған проблемалар да аз емес. Ең алдымен бұл азық-түлік тауарларының бағасын белгілеуді, оны бөліп таратудың тиімсіз жүргізілуі. Осы ретте облыстың аграрлық әлеуеті және жолдаудан туындайтын міндеттерді орындауда нақты жүйелі жұмыстар атқарылатын болады. Өңірде өндірілмейтін азық-түлік тауарларын басқа аймақтардан сатып алу, тасымалдау, сақтауды жүзеге асыру үшін көтерме тарату орталығын ашуды 2022 жылға жоспарлануда. Аталған жұмыстарды іске асыру өз кезегінде азық-түлік бағаларының ұзақ мерзімде тұрақтылығымен алқаптан сөреге дейін тауар айналымын қамтамасыз етіп, экспортқа жіберуге септігін тигізеді. Екіншіден, жолдауда аталған жеке қосалқы шаруашылықтардың мәселесі. Бүгінгі күні облыстағы мал өнімдерінің өндірісінің 85% үй шаруашылықтарының үлесіне келеді. Осыған байланысты азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жеке қосалқы шаруашылықтардың мүмкіншілігін тиімді пайдалану мақсатында кооперация желісін жетілдіру қажет. Осыған орай біз Жамбыл облысының алқаптан сөреге дейін пилоттық жобасын іске асыру бойынша тәжірибесін зерттеп, тиісті шаралар топтамасын енгізу бағытында жұмыстар бастады. Жиын барысында облыс әкімі ауыл шаруашылық саласына қатысты бірқатар тапсырма жүктеді. Атап айтқанда, азық-түлік өндірісімен қамтамасыз ету балансын есептей отырып, ауыл шаруашылығы саласында әртараптандыру шараларын қабылдау қажеттігін тапсырды. Осы тапсырмалар жалпы халықтың әлеуметтік экономикалық ахуалын жақсарту бағытының бастауы, ел президенті қысқа мерзімде үкіметке ұлттық жоспарды әзірлеп бекітуді тапсырды. Осы құжаттың аясында Қызылорда облысының өңірлік даму жоспары әзірленетін болады. Сонымен бірге Қызылорда қаласының және аудан әкімдерінің жекелей жаңадан даму бағдарламалары қабылдануы қажет. Жолдау негізінде қабылданатын өңірлік даму бағдарламасы арқылы алдағы міндеттерімізді айқындап, нақты жоспарларды іске асыруға жұмыс жасаймыз. Жолдаудың басты артықшылығы осы, яғни елдің талап тілегімен үндестігі. Сондықтан баршаңызды жолдауда берілген басым бағыттарды орындауға жұмыла кірісіп, сапалы жұмыс жасауға шақырамын. Сондай-ақ облыс әкімі көтерме тарату орталығын қалыптастыратын инвестор тауып көтерме тарату орталығын ашуды қыркүйек айының соңына дейін субсидиялау қағидаларын толықтай қарастырып, өзгерістер енгізу үшін жүйелі проблемалар бойынша тиісті ұсыныстарды орталық атқарушы органдарға жолдауда. Әлеуметтік маңызы бар негізгі азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру мақсатында өңірлік тұрақтандыру қорының мамандандырылған мекемесі арқылы уақытылы сатып алу инвесторларын жүргізуді тапсырды. Жиын соңында облыс әкімі мемлекет басшысының жолдауында ұтымды ұсыныстар, кесімді пікірлер мен нақты тапсырмалар берілгенін айтып, бірқатар міндеттерді жүктеді. Назгүл Қайыштаева, Ержан Сүлейменов, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.